Сәлем балақай. Бүгін біз көкөністермен танысатын боламыз. Ендеше менен кейін қайтала. Қызанақ, қызанақ. Қияр, қияр. Болгар бұрышы, болгар бұрышы. Бұл көкөністе дәрумендер өте көп болады. Ащы бұрыш, ащы бұрыш. Балалар, ащы бұрышты қолмен ұстамаңдар. Баялды, баялды. Картоп, картоп. Сәбіз, сәбіз. Балалар, сәбізде дәрумендер өте көп болады. Сол себепті сәбізден бас тартпаңдар. Пияз, пияз. Сарымсақ, сарымсақ. Шалғам, шалғам. Қызылша, қызылша. Балалар, байқадыңдар ма? Шалғам мен қызылша өте ұқсас болады. Бірақ шалғам ащы, ал қызылша болса өте тәтті болады. Қырыққабат, қырыққабат. Қырыққабаттың жапырақтары көп болады. Сол себепті қырыққабат деп атайды. Кәді, кәді. Жүгері, жүгері. Балақай, саған жүгері жеген ұнай ма? Жарайсың балақай. Сен енді көкөністермен таныс болдың. Балақай, барлық көкөністерде дәрумендер өте көп болады. Көкөністерді күнде жеп тұрсаң, сен өте әдемі әрі күшті болып өсесің. Ендеше келесі кездескенше сау бол. Арнаға тіркелуді ұмытпа.